Жакшы, шүгүр, өзүңүздөр кандайсыздар? Аман есенбіз, шүкір, көңіл күй. Жакшы. Негізі Айдана былай ғой, көбіне эмоция көрсетпейді ғой, иә? Бірақ сол сториста Айдананың күліп жүрген жаңағы жүзін көріп мен бір көп қуанып қалдым кәдімгідей. Ал стористе дагы анча күлгөн эмес. Бул тартылбай калган жерлерде вообще күлдү ал. Айдананы студиямызға шақырайық, кел. Жайғас, Айдан. Не істейін дедіңіз? Кийин. Иә, ерте бұрылып қойдың, иә? Бір пранк байын деген өтпей қалды. Байқамай қалдым. Деп сен қарап қалған кезде бірдеңе істедің. Қарап қалған кезде мындай ау деп шынайы. Болды енді, екінші рет өтпей қалады ғой ол енді. Қошты өтетін шығар. Қош келдің, қандай ғанан қарсаң. Жарайсың, Залқар, жарайсың. Жоқ, негізі екінші рет болса да бізге өтті, иә? Мен өзіме әдемі бір көрінді. Стористе қарасам, күліп жүрсің. Және жалпы күліп жүрген Айдананың жүзін ұмытып та қалуға жақын қалдық біз. Біз бір аптада кездесу керек нәрсені, бірақ кеше бір күнде істеп тастадық та. Бармаған жеріміз жоқ. Сағат болдыңыздар бірге? 7-8 сағат па? Мәссаған. Супер. Неде ойнайтын жерде өттік қой. Сол кезде бұл кісі мамасымен сөйлесіп өтті да. Сырлас кафесінде отырғанда айтты, типа, қай жеріненсің, Қырғызстанның, ауыл қандай айтыпшы. Есіме сұрамай, әйтеуір ауылдарды айтыңызшы, сіз, может, мен не қылатын шығармын деп есіме түсетін шығар. Сол кезде есіме түсті жаңағы ауылым. Сосын айтты, мамама айтсам, мүмкін ол кісі білетін шығар, әке шешенді танитын шығар деді. Сөйтіп мамасымен сөйлесіп жатқанда, менің әкемнің атын айтты. Таниды екен, мен әкемнің, оның әкесін. Мәссаған. Қандай сәйкестік. Кейде бір кішкентай ауыл болса да бір-бірлерін адамдар танымайды ғой. Залқардың ата-анасы Айдананың туысқандарының барлығын таниды екен. Мамасымен сөйлесіп үлгердің ба? Мәссаған. Ол кісі қызым деп қояды. Ұялып қалғансың ғой. Андай не кісі екен? Ақ көңіл, ашық. Ұялғаннан бере салдым. Дұрыс қой енді, отырып алып сөйлесіп отырсаң анасымен, ол да бір кішкене ыңғайсыз болатын еді. Анаң не деп жатыр? Айдананың көзінше емес, сыртта жалпы Айдана жайында. Жақсы қыз екен дейді, көрініп тұрады, қарапайым, жақсы қыз екені көрініп тұрады дейді. Өзіме де айтты. Енді Алайдың қызы ғой, өзімнің қызым ғой, жақсы қыз ғой деп қояды мамасы. Ой, дегенсің. Дегенмен жылып қалады, иә, ішің, иә? Бәрібір онда 7-8 сағат бірге болған адамдарда таусылмау керек қой әңгіме деген. Залқар андай, мына жерде негізі серьезный ғой, негізі салмақты, көп жоқ, сыртта мен қасымда вообще басқаша екен да, андай ашық екен да. Сіз жота шүршір ашылып кеткен жоқсыз ба? Бүгінге может жететін шығар десем, енді сен ашылып отқаннан ашыламын ғой енді деп қояды. Қалжыңдасу, қысылмай сөйлесу, соны меңзеп отырсың ғой, иә? Ашылғанда ашыла тұрған адамға ашыласың. Барын әлі ашыла бермейсің да. Сезіп тұрам, ол өзі де ошондай қыз екен. Соның үшін болышынша ашылып кеттім. Кездесуге бауырын алып шықса дейсің ғой, ашылу қиындау болады дейсің ба? Ал теман қозғойлы қалы. Жарайды, қалауын білсін. Эфир бүтті, бүткеннен кейін сыртта күтіп тұрды. Тамақтануға бардық бірінші. Алғаш тамақтану, андан соң киноға бардық. Киноға 15 минут кешігіп бардық. Қандай кино ұнайды деп едім, комедия ұнайды дедім. Мен ужастик жақсы көремін дедім. Сосын ладно, комедияға барайық дедім. Мен айттым да, қандай қайсы киноны көреміз десем, анда біреуден ту ал дейді. Түсінбей қалдым, ал киноны аты екен. Ана қайра айтып, қайра күліп ана. Аты бір түрлі ғой деп маған тиісіп қояды, қайта. Қандай киноға келесің мен дейді да. Мен қош қазір киноға кіргенде көресіз деп сөйттім. Киноға кірдік, қызық кино болды. Андан кейін кинодан шықтық. Кинодан шығып екеуіміз тең байқалып тұрды, ешкім үйге кеткіміз келген жоқ ал жерде. Бірақ бұл деле байқадым, мен деле байқадым, кеткіміз келген жоқ. Дальше не қыламыз, қаяққа барамыз. Антикафеге бардық. Нұрланға чалып сұрадым, қай жерде бар досым, шындай жерге барыш керек деп. Ал жерде жаңа видеода көргендей ойнадық, сөйлесіп отырдық. Арадан апамдар чалып қалды, алармен сөйлестік. Сыртқа шығып такси шақырайық деп шықтық, кетеміз деп. Üşігенімізге, жаурағанымызға қарабай пешком жүрдік. Анша 1 сағаттан ашық жүрдік пе? 1 сағаттан ашық пешком жүрдік. Тіл табыса алған сияқтысыздар ғой кәдімгідей, иә? Бізде андай бір жаман кездесу болған жоқ, сөздеріміз де ортақ болды. Бір демалып қайтқан сияқтысыздар ғой, иә? Әңгімелерден орталарыңызда болған. Қош келдің, Айдана. Өте қуаныштымын таңдап келгеніне. Білмеймін, енді менен опық жемеген шығар енді Залқар енді. Мынандай дүниені айтқым келіп тұр да, біреудің бағын ұстамайды енді. Бір-біріне ашылу, ол адамның өзіне тартылысына да байланысты. Залқар мен Айдана жақсы тартылыс болып жатса, бізде Залқар екеумізде ондай тартылыс болған жоқ. Мен ұзақ ұстамағаным да сол, өйткені Залқарда уақытын алғым келмейді. Уақыт деген бағалы ғой негізінде. Біреуде бағын ұстағым келмейді. Мысалы, сіз де қатысушы болып келіп жатырсыз, өзіңіздің бағыңыз, үміткерлер келіп жатыр, өзіңіздің де бағыңыз. Мен Залқар келгенде де енді қуанышты болдым, енді өзінің бағын, өзінің несін тапсын. Енді Айдана да енді қырғыздың қызы ғой, енді бір-бірінің тілдерін жақсы табады деген ойдамын. Мен Залқарды ұстап уақытын қармағым келген жоқ деп, бәлкім мен уақытыңа сен уақытын қармағың келген жоқтыр. Қазір бағана түсінеді да, Залқар
Дико токтотуп коюптур, Залкар токтоткусу келбесе дагы деп. негізі мен басқаша жеткізген болатынмын Ооба. Залқар. Туура эле. Мүмкін сіз түсінбеген шығарсыз негізі ортақ шешмейін деген сияқты Ооба, айтты эми да. сиз Ол ортаға токтотосузбу, шыққан мен кезде- токтотомбу, баары бир ритобу келип, бир жыйынтык алып Неге, келет. Мен жакшысын андай- айтып, жок жок, болду, агрессия жакшысын айтайын емес. мынаке. Сен токтотосуңбу же мен токтотомбу, баары бир ритобу келип бир Ал нерсеге алып неге келет. тоқтатпауға сіздің қазіргі таңда сіздің тоқтатпауға әңгімеңіз болып тұр да. Мен қыз баласы болғаннан кейін мен тоқтаттым деп айтсам, сіздің бір жеріңіз түсіп қалмайды немесе. Мен ушул сөздү теманы жапкым келет да, мен бул жерде Айдана менен таанышып Иә, соны жап, сол үшін де дәлше айтып кеттім, иә. Әркімнің өзі бағы бар. Камила ханым сурады го, тууганым алып чыкпаса деп. Ошо мал теманы козгобой эле коелучу депчи. Лучше сен кайра Сол баштап себепті атасың. де, Сөйлесең иә, бола ма? жоқ, енді маған да тиеді ғой. Мен де енді айта алатын шығармын, иә, енді. Сіздерге ешқандай жаманшылық тілеп жатқан жоқпын, наоборот, Иә, қуанышты Дико, бұл болып тұрмын. жерде енді сөйлейікші. Жаңа сен айтып жатсың ғой, кім тоқтатқанда маңызды емес деп. Бұл жерде сен сөзді бұрмалап айтып жатсың да. Тоқтатқан негізі Залқар ғой. Бұл жерде. Конечно, тоқтатады. Өйткені сен адам құрлы көрмей жүргеннен кейін әр таныстыққа, әр ортаға шыққан адамға өзің тықпалай бермеші, пожалуйста. Біріншіден мен ешқашан да ортаға түсіп тықпалаған емеспін. Не істеп отырсың? Бір өзімнің пікірімді айтуға құқылы шығармын, иә, Иә, қаттан пікіріңді айтайын, айтуға иә. құқылысың. Мен но өзімнің пікіріңді ойымды, айтып иә. Айдана не қылды саған? Ештеңе болған жоқ маған. Қызғанып жатсың ба Иә, Залқардан? қызғанып жатырмын. Азаннан кешке дейін бірге жүреміз. Қызғану, иә, дұрыс қой енді. Иә. Сен бұл жақта қатысушы Сендер емессің. бірге жүріп Сөзімді аяқтап алайын, сен сөзіңді тыңдадың, мен сен үндемей. жабысатын шығарсың. Сенің сөзіңді үндемей тыңдал. Мен өзімнің ойымды жеткізіп жатқаныма мен кінәлі емеспін. Былай айтады ғой, мақтан мен бауыздау дейді ғой Камила ханым. Тура сондай болып отыр да мына жерде. Всегда ортаға шыққан кезде Айдана қорғаймын деп отырамын, қорғамдай тұрмын. Бірақ тұрады да маған. Қорғамағанда. Сен Сен жан қорғаған маған дүниеңді керек түсінгеннен емес. кейін, Айдана, сенің жан дүниеңді түсінгеннен кейін мен сөйтіп айтып жатырмын. Бірақ Иә, маған ештеңе айтпаған шығарсың, бірақ Залқарға қарай айтып жатсың сен. Дико, енді сен өзің пікірің айтқан әрине дұрыс қой, бірақ мына жерде сен білмеймін да отырып өзің қосылып жатсың да. Айналдырып келіп жаңағыдай Залқарға бір ұшын тигізіп жатсың ғой, енді сен тоқтатпағанда кім тоқтатқанда да деген сияқты қылып шы. Егер саған ол маңызды болмаса, сен тыныш отыра беретін едің ғой. есім аталғаннан кейін енді айтуға болатын шығар. Бағымды, и сосын Дико мына жерде бағымды ашып, жолымды ашып берген мен деп жатсың да. Жалпы өмірде мысалға бір адам мен бір адам тартылыс болмаса, бір-бірін уақытын ұстауға керек жоқ, иә. Қызғанба менен, шынымен айтамын. Мен Залқармен даже сөйлеспеймін да. Сөйлеспе? Айданаға айтып жатыр да, қызғанба дейсің да, өзің отырсың, қызғанып жатсың ба деп айта кеттің да. Енді біз таңертеңнен кешке дейін біз бір студиядамыз ғой, ал сен сырттасың деген сияқты. Жеткізгім келгені, сен сол азаннан кешке бізбен бірге жүр ғой, қызғанып жатсың ба дедім де. Енді қызғанбас үшін мен даже амандаспаймын деген нәрсені жоқ айттым. енді жаңа Енді ол дұрыс емес па? сонда мына жақта енді Дико қызғанбашы дейді ғой, енді сіздің қызғанатын ештеңеңіз жоқ қой. Дико не үшін өйтіп айтып жатсыз? Айдана айтып жатыр ғой, енді өзіңді тықпаштай бересің, тықпаштай бересің. Шынымен де ғой Дико, мысалы қазір Залқарды ортаға шығады, өзіңіз тықпалай бересіз. Пікіріңізді айтыңыз, как будто бір сағынып жүрген, қызғанып жүрген адам сияқты айтып жатырсыз. Керек емес олай. Залқарға сіз қызық емес, қасына Айдана отырып қызықтыра алмайсыз. Мына жерде мынандай дүние да, неге айтуға құқығы жоқ адамның аты қозғалып жатқан кезде. Дико айтатын, мысалы, ондай қызығатындай ештеңесі жоқ дейтіндей, мысалы, неге келтірдің сен оны? Біз сен енді үміткер болып келіп отырсың, біз таңнан кешке осы жердеміз деген әңгімеден кейін Айдананың ойы не болу керек? Диконың айтқан сөзі, иә, конечно, қызғанатындай бар ғой. Өйткені біз таңнан кешке дейін бірге жүрдік деді. Айдана саған не болды? Сыртқа шығып бір алабай тістеп алды ма? Не Иә, тістеп алды. Дикоға атылып отырсың? Сыртқа шығып рейтингін түсіп қалып, Дико арқылы ненді көтерейін дедім ба рейтингінді? Дикодан маған рейтинг керек емес. Қыздар Отырады. Залқар сонда Дикоға қарай бірдеңе айтты ма, бір жаман нәрсе айтты ма? Бірдеңе айтқан жоқ ол. Не Просто сұрап отырсың ба жаңағындай бүйтіп қарап Залқардан? андай қылып айтып жатыр Айдана. Көзқарасы бүйтіп андай ше. Енді очолды. Енді Султан, сен прикол ұстап эле кой да. Прямо пикирин айт, болды. Конкретно по факту пикирин айт, ан. Пикиринді айтайын ба? Деп турай мен турган саған жербе. пикиринді айтайын ба? Дико, сен микрофон Сен Дико, былай да? угуп турчу. Сен тұра Дико тұрсың. айтып атат да. Мүнөзү чыкты деп атасың, мен турабы? Эркек бала болуп мен сүйлөп атам нормально. Сен пародия салганың мага жакпады. Маған пародия салған жақпаса, онда ол өзің қабылдауың. Жоқ, сен пародиямен жеткирбей эле кой, конкретно айт. Сен ана жерде мен сыртқы көзқарасым, пікірім солай. Сен мындай боло турган сөздү сүйлөчү жигиттер. Жоқ. Боло турган нормально нерсе. Ооба деген не керек бар аныча? Менің қырғызша сөйлегенім саған ұнамай жатыр ма? Мынау айтат. Все, хорошо, онда үйретші қырғызша маған, хорошо? Бірақ нормальный үйрет, хорошо? Сол кезде мен саған жақсы пародия салып беремін. Дико сүйлөйт да, барыңарды билесиңер, катышуучулар бул жердечи. Секин күлүп, мына сүйлөйт дагы, айландырып алып өзүн алчып коет жогоругачы. Эгер дурус го? Мінезім шығарсам, мінезім шығарып дейсіңдер. Жай сөйлесем, жай сөйледіңдер. Жай сөйлеп те жеткізсем де басқаша дейсіңдер. Мен қалай жеткізуім керек? Мен сізге артық ештеңе деген жоқ. Наоборот, жақсы таныстық болды, жақсы болды, барлығы жақсы деп жатсам да. Айтасың, Жоқ, сіз маған ренжулісіз ба? Соны айта салыңызшы. Просто если ренжулі болмасаңыз, өтініш дос болайық просто. Ренжулүү эмес, мен сенин кайсыл сөзүң жаккан жок мага. Сен айттың бул жерде. Көңүлүң жок болсо, Залкарды мен устап отура алмадым, соң үчүн жибердим деген сыяктуу келтирдиң сөздү. Адам мен адам бір-біріне жараспаса, бір-бірінің уақытын ұстаудың қажеті жоқ, иә? Біреудің бағын ұстауды, ол дұрыс емес. Дұрыс қой. Мен сіздің бағыңызды ұстаған жоқпын, мен сізді алдап жүрген жоқпын. Дұрыс па? Енді қазір өзіңіздің бағыңыз келіп жатыр. Мен жаман пікір айттым ба?
болды. Жоқ, мен осы Иә, жерде мына айта жерде кетейін. вообще мына сөйлесіп келіп тұрған жоқ. Жоқ, Залқар, кішкене эмоцияны кішкене бас. Түсініп отырмын сені, Залқар. Кішкене декод айтып жатыр да. Міне мінезін шығарып жатыр, міне көрдіңдер ме деп, соны Залқар естіп қойды да. Қазақ қырғыз бәрібір бір туған. Кішкене сыйластықпен не істесек енді деген. сыйластығымен мен бөлініп жатқан жоқпын, қырғыз қазақпыз деп. Мен ол жаққа да барып келгенмін, ол жақтан оқырмандарым бар. Залқардың шапалақ ұрып жатқанына мен ашуланбай, қайта сабырлық сақтап сөйлемей отқаныма мен қалай, негізі жақсы емес па, иә? Мінез бүкіл адамда бар. Ол жерде тек қана Залқарда емес. Дикоға сұрақ қойғым келіп тұрды енді алдындары кім абылай ортаға шыққанда обиженный мальчик деп айтады мысалы. Не үшін сізге ренжу керек жігіттер? Не үшін сізге ренжіп жүру керек? Неге сіз олай ойлайсыз обиженный мальчик деп? Енді әрекетіне немесе сөйлеген сөздеріне қарай мен сұраймын. Сұрап алғаннан айыбы не? Просто біліп алғым келді болды.